Сәлеметсіздер ме, құрметті жастар? Біздің орталық кітапханада кешкі кітапхана жобасында сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Өздеріңіз білесіздер, жастар біздің жаңа Қазақстанның, қазақ елінің болашағы. Сондықтан бүгінгі кешіміздің тақырыбы жастар елдің тірегі деп аталады. Ал енді соған байланысты сіздерге бір-екі сұрақ қойсам, бала ойы дала, ісі шала дегенге өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер. Бала ойы дала, ісі шала дегенмен келіспеймін. Себебі менің ойымша қазіргі жастарымыз бізде өте талантты жастар бар, креативті жастар бар. Менің ойымша қазіргі болашақ Қазақстан, яғни біздің болашағымыз оның барлығы жастардың қолында. Яғни балалар, жастар, олар өте зерек болып келеді, оларда өте мүмкіндіктер көп. Сол себепті менің ойымша бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Айман, сіздің жауабыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі отырысымыздың, бүгінгі дөңгелек үстеліміздің кезекті сұрағы өзекті тақырып талқыланып жатыр деген ойдамын. Қалай ойлайсыздар? Жастарға қандай жағдай жасалған және жастар саясаты керек пе? Әрине қазіргі жастар саясатына сенемін. Өйткені қазіргі таңда көбінесе адамдар жастарға сенбей, оларды ары қарай тартып жатады. Негізінде оны жақтау керек деп ойлаймын. Және де ауылдағы мұғалімдерге жағдай жасап, баспана беру керек. По моему мнению, нынешняя молодежь не уважает старших. Многие начинают спорить со старшими, многие не понимают взрослых.